Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге супер адай және де менің қасымда Димаш деген жігіт. Міне қазір бұл балаға басталды деп жазып жіберейік. Міне все басталды. Кеттік. Мен мұнда отырам. Бұл бала за рулем айдайды. Ема не істеді? Скен. Ема қандай схем беріп жүрді? Ебой. Так, апар деп жазып жіберейік. Тюнинг. Ал біз ендеше кеттік достар. Қазір мына бала бізді тюнинг орталығына апаратын болады. Бұл балағанша. Ассалаумағалейкум достар. Уағалейкум ассалам бауырым. Мұнда штраф бар. Достар, мен сізге бұл барам дегенше таныстырып жіберейін. Бұл Қазақстан 2019 ролплей МТАС сервері. Мұнда F1 осындай. F2 жоқ, менде шықпайды. Мен за рулем келетін жоқпын. F3 осындай. F4 жоқ. F5, F6 білесіздер. В общем, осындай достар. Білесіздер, бәрін білесіздер. Бірақ бұл серверде бір ерекшелігі, андай несі, спидометрі басқаша. Басқа серверлерге ұқсамайды. Андай қызыл бір белгісі бар. Қандай белгі екенін білмеймін. Қазір біз достар тюнинг орталығына барғасын жалғастыратын боламыз. Міне достар, біз тюнинг жасайтын орталыққа келдік. Айтпақшы достар, мен сіздерге қандай көлікке тюнинг жасайтынымызды айтпаппын ғой. Мынау бұл көліктің аты Hyundai Santa Fe деген көлік. Бұл ешқандай серверде жоқ. Мен оны білем. Және де мына қасымызда Димаш деген жігіт. Міне біз ең біріншісіне кіреміз. Бұл натури дөңгелек. Бізге дөңгелек керек емес. Бұл жақта өткен Hyundai'дың дөңгелегі жоқ. Тек қана өзінде ғана бар. Шығамыз. Ана жігітте Lexus 570. Мына жақта да сондай. Бұл жақта міне мына жақта тюнинг достар. Біз және кіреміз. Болған тюнинг қабылдамайды екен достар. Өкінішке орай. Қарасын аламызда, қара свет. Или қызыл свет аламызда. Осылай қазір бір түсті алып жіберейік. Осыны алып жіберіп және купитті басамыз. Ұқыт шығамыз. Мына жақтан өкінішке орай болған тюнинг қабылдамайды екен, бірақ онда да жақсы. Всені басамыз. Прозрачность. Нөлге қойық. Оны бассақ қалай болады? Так, онлайн қоямыз. Енді бас сатып қалайық. Қандай болды? Қарайық. Нормально. Іші мынандай өшін достар, қараңыздар. Мынандай көк болды мына жақтар. Былай нөмірге кірсек, бізде штраф бар шығар. Қазақша нөмір аламыз. 001 хан 17 4 миллион аламыз. Қараңыздар достар, дерзкий болып шықты біздің Hyundai көлігіміз. Мына жақтан қазір скорость қойып аламыз. Настройканы басамыз. Загрузить басамыз. Дрифт қондырамыз. Қазір Hyundai мен дрифтовать етеміз. Мынандай болып тұр ғой. Қараңыздар. Ал достар, міне мына жігіттің Gelenwagen 570 деген секілді осындай қырғын көліктен көріп тұрсыздар. Астында AMG айдап жүр. Және достар, мына жақта міне создатель Аман деген жігіт. Осындай міне қараңыздар, бұл серверде Gelenwagen лимузин бар. Дерзкий. Алдағы уақыттарда достар, осы видеоға смело 15-20 лайк бассаңыздар, сіздерге Мерседестің тағы да бір түрі бар. Ешқандай серверде жоқ. Соған обзор жасайтын боламыз. Сондықтан смело лайктарыңызды басып отырыңыздар. Тегін лайкты аямаңыздар достар.
Давайте 1 2 3 бастасаңыздар. Винил қабылдамайды екен. Достар, өкінішке орай винил қабылдамайды бұл көлік. Кішкене лага жетіп жатыр мына жақта. Бәрін көрдіңіздер. Дрифт қондырдық біз, дерзкий болып шықты. Жылдамдықты кішкене көтердік. Бәрін істеп тастадық. Ал достар, видеоны осымен аяқтаймыз. Негізі видео ұзақ болу керек еді, бірақ маған тюнинг жасалмайды екен, сондықтан видеоны аяқтауға тура келіп тұр. Сіздер каналға тіркеліп, сізмен лайктарыңызды басыңыздар. Қазақтың ютубын дамытайық достар.